Экономикалық интеграция бұл бірнеше елдің өзара бірігіп, экономикалық байланыстарын нығайтуы, ортақ нарық құруы және бір-бірімен келісіп жұмыс істеуі. Интеграцияның басты мақсаты елдер арасында тауар, қызмет, капитал және еңбек күшінің еркін қозғалысын қамтамасыз ету. Мұндай бірігу мемлекеттерге экономиканы дамытуға, жаңа мүмкіндіктер ашуға және халықаралық бәсекеге қабілетті болуға көмектеседі. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері көптеген елдермен және халықаралық ұйымдармен белсенді интеграциялық қатынас орнатып келеді. Солардың ішінде ең маңыздысы Еуразиялық экономикалық одақ. Бұл ұйымға Қазақстан Еуразиялық экономикалық одақ аясында мемлекеттер арасында кедендік кедергілер азайып, тауарлар еркін қозғала алады. Сонымен қатар ортақ нарық қалыптасқан. Қазақстан сондай-ақ орталық Азия елдерімен Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстанмен экономикалық, көлік және сауда салаларында жақын әріптестік жасайды. Бұл елдермен ынтымақтастық өңірдің тұрақты дамуына және бір-біріне тиімді сауда жасауға мүмкіндік береді. Сонымен бірге Қазақстан, Қытай, Түркия, Еуропалық одақ елдері, Америка құрама штаттары, Оңтүстік Корея, Жапония сияқты мемлекеттермен де белсенді экономикалық байланыс орнатқан. Бұл елдермен инвестиция, сауда, технология, өнеркәсіп, көлік және энергетика бағыттарында бірлескен жобалар іске асырылуда. Қорыта айтқанда, экономикалық интеграция дамудың маңызды құралы. Қазақстан көптеген елдермен ынтымақтасып, өз экономикасын нығайтуға және халықаралық деңгейде тиімді байланыстар орнатуға күш салып келеді.